Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы кроссовканың біз осы алдын тоқимыз және тілін тоқимыз. Өткен сабақта біз осы жерден аяқтағанбыз. Осы жердегі ақ жібімізді үзбей түйіндегенбіз. Осы жерден алып келіп, мен мынау дәл ортасын тауып белгі сап қойдым. Осы жерден біз 1, 2, 3, 4, 5, 6 ұяшқа кіргізіп, 6 ұяшықтан мынау өрілген тұр, соның іш жағынан кіргіземіз. Сонда бізде 2 жіп алынады. Сол 2 жіптен мынау ақ жібімізді шығарамыз және көтереміз. Енді ораммен ортаға бір ұяшық қалдырып, келесі ұяшық іш жағынан кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығамыз және үшеуінен шығарамыз. Енді ораммен келесі ұяшықтың бұрыштан кіргіземіз. Крючогымызды шығарып, үшеуден біреу шығарамыз. Енді келесі бұрыштан кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығып, крючоктағы 3 жіптен өткіземіз. Енді менден соңғысы бұрышқа кіргіземіз. Бұрышқа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, үшеуден біреу шығарамыз. Енді ілмегімізді алып тастап, бізде бұл дәл ортасы, ілмегімізді алып, енді дәл ортасын тоқимыз. Мына бұрыштан кіргіземіз. Біреу алым қалды. Енді бұрыштан кіргізіп, бізде дәл ортасы. Енді мына жаққа 4-еу тоқимыз. Менде мынау бірінші ораммен, бірінші, мынау екінші, мынау үшінші ораммен, мынау төртінші. Енді ортаға бір ұяшық қалдырып, соңғысын тоқимыз. Ортаға біреу қалдырамыз. Жерден іліп шығарып, жұмыс жібімізді крючоктағы жіптен шығарамыз. Және тағы біреу көтереміз. Осы жерге енді біз ілмегімізді іліп қоямыз. Ілмегімізді іліп қойдық. Енді осы мына бетке апарып, бізде осындайдан менде 13 қатар шығу керек. Мен мына екінші қатарын тоқиын деп жатырмын. Осы жерден мынада бос емес, мынада бос емес, келесі ұяшықтың іш жағынан аламыз. Бәрін солай тоқимыз. Мына бұрыштан алсақ, 2 жіп алынады. Егер ортасынан алсақ, бізде 1 жіп алынады, содан мынандай бос болып қалады. Сол үшін бұрыштан аламыз. Іш жағынан бұрыштан алсақ, 2 жіп алынады. Сонда қатты немізді қосылған жерін қатты ұстап тұрады. Осы жерден жұмыс жібімізді шығарамыз. Мынаны сәл бостау қыламыз. Қатты қысып қоймаңыздар. Осы жерде көтереміз. Енді ораммен мынау бірінші ілген жеріміздің ортасына жұмыс жібімізді кіргізіп, үшеуден біреу шығарамыз. Енді келесіге үшеуден біреу шығарамыз. Келесі 2 ұяшықтың ортасына тоқимыз. Дәл осылай осы бұрышқа шейін апарамыз. Біз енді мына бұрышқа келдік. Ораммен мына ең соңғы ұяшық, мына жерде
ілмек ілініп тұр, екеуінің ортасына кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күржікті үшіп, соған ілмегіміздегі жіпті іліп қосып аламыз. Ілмегімізді шешіп, енді жұмыс жібіміз үшеуден, күржікті 4 жіп тұр, 4 жіптен шығарамыз. Енді келесі ұяшыққа іш жағынан кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күржіктағы жіпке ілеміз, бекітеміз, және үшеуден біреу көтереміз. Енді тағы күржігімізді, ілмегімізді іліп қоямыз. Дәл осындай немен бізде осы жерге шейін 13 қатар тоқимыз. Мен не жерде 13 қатар тоқыдым, менде 13 қатар шықты. Осы бұрышқа шейін алып келдім, осы жерге шейін 13 қатарды. Енді біз тағы бір қатар, мына жерге ілмек іліп қойдым. Енді тағы бір қатар тоқимыз, 14-ші қатар ақ. Ол ағымызды осы жерден, осы бұрыштан бастаймыз. Осы бұрыштан бастап, жұмыс жібімізді алып шығып, мына жақты бос ұстап, қосып жібереміз, біреу көтереміз. Енді ораммен келесі ұяшыққа осылай тоқимыз. Әр ұяшыққа осылай ораммен тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына жеттік. Енді біз осы жерден ораммен, бізде 2 ұяшық қалды, соған тоқимыз. Біреу. Енді келесі мына бұрышымыздан біреу іліп алып, мынау ілмектегі жібімізді іліп аламыз. Осы жерден төртеуден біреу шығарамыз. Бұл жер біздің тіліміз басталды. Осы жерден іліп көтеріп, ілмегімізді іліп қоямыз. Енді қызыл жібімізден бастаймыз. Қызыл жібімізді алып, мына бұрыштан, осы бұрыштан артына осынша қалдырып, ілмегімізден қызыл жібімізді шығарып, біреу көтереміз. Біреу екеу көтереміз. Біреу екеу. Біріншісін ілдік, екіншісін көтердік. Енді ораммен келесі ұяшыққа үшеу болды. Енді екеуден біреу шығарамыз. Енді тағы жұмыс жібімізді тағы екеуден біреу шығарамыз. Тағы ораммен келесі ұяшықтан жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді енді осы екеуінен шығарамыз. Сосын жұмыс жібімізді төбедегі екеуден шығарамыз. Дәл осылай тоқып, соңына шейін алып барамыз. Соңына жеттік. Осы жерде ораммен соңғы ұяшығымызға, ілмектің астындағы ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді екеуден шығарамыз. Ораммен мынау күржік ілмектің астындағы жіпті шығарамыз. Сосын ілмектегі жіпке іліп, енді осы үшеуден біреу шығарамыз, және іліп екеуден біреу шығарамыз. Сосын біреу көтереміз. Енді біз іш жағын тоқимыз. Іш жағын дәл солай ораммен келесі, ораммен осы көтерген ұяшыққа тоқимыз. Менде бұл қатар 21 болды. Бәрі қатар 21 болу керек. 2, 3, 4. Ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, жұмыс жібімізді
екі жіптен шығарамыз, сосын күрчектағы екі жіптен тағы шығарамыз. Дәл осылай бізде тілімізді тоқып, екі жағынан дәл осылай тоқып көтереміз. Біз мына тілін шығардық, осы жерден аяқтадық. Енді бұл жерде менде 13 қатар үш жерге бітті. Мынандай оюлардан менде 6-ау. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сосын мына жаққа барып, үш жерден қайырамыз. Енді үш жерден жаймен тоқимыз, екі қатар ары қарай барып, бері қарай. Үш жерден бұлай көтердім. Енді бұлай біреу көтеріп, мына жағын жаймен тоқимыз. Осы бұрышта өзіне тоқымаймыз, енді келесіге тоқимыз. Жаймен 1, 2, 3. Осылай соңына шейін алып барамыз. Соңына келдік. Енді бұл жерден ортаға біреу қалдырып, ана бұрыштан тоқимыз. Сосын тағы біреу көтереміз. Енді мына жағын тоқимыз. Бұл жерде де осы өзіне тоқымаймыз, келесіге тоқимыз. 1, 2, келесіге шыққа тоқимыз, жаймен. Сөйтіп, осы бұрышқа шейін апарамыз. Мына соңына жеттік. Ол жерде бізде 2 ұяшық қалды. Ортаға біреу қалдырып, мына соңғы ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, соңғысын тоқимыз. Үш жерден енді жұмыс жібімізді ортасына ашып, жібімізді өткізіп тартамыз. Үш жерден тіліміз аяқталды. Енді тілімізді біз айналдырып тоқып шығамыз. Бізде бауын байлауға әдемі болу үшін, бауын шығаруға. Үш жерден осы бұрыштан алып, осы екеуі қосылған бұрыштан, екі жақ қосылған бұрыштан алып, үш жерден алып, жұмыс жібімізді шығарамыз. Жұмыс жібін шығарып көтереміз біреу. Енді осылай жанындағы әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Бізде не бос қылу керек. Енді келесі ұяшыққа кіргіземіз. Екеу. Енді осының мына шетіне тоқимыз. Енді мына шетіне тоқимыз. Осылай жаймен тоқып, айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік біз. Енді үш жерден соңғысын тоқимыз. Мынау екі жаққа бөлінгеннің дәл ортасынан жұмыс жібімізді кіргізіп, күрчектағы жіптен өткіземіз. Және үш жерден тартамыз. Тартып, ортасын ашып, жібіміздің үзбей ары қарай жалғастырып кететін боламыз. Үш жерден сабағымызды аяқтаймыз. Бізде бүгін алдымен мына жерін тоқыдық. Бұл жерде бағана іштен тоқыған себебіміз бізде осындай бұрышта осындай көріну керек. Бұлай біз іш жағынан тоқыдық. Мыналар жабылып кетеді. Ал сыртында мынандай не қалу керек. Сыртқы жағындағы өрмелер қалу керек. Біз соған тоқимыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.